Так, no-vnc дейді. Соны питонға қондырамыз. Ол үшін бірінші питон қондырамыз. Ең бірінші питон қондырамыз. Сосын установить етеміз. Содан кейін km'ден ашамыз. И установить етеміз мына библиотеканы. Сосын установка жасап болғаннан кейін мынандай tght деген tight-vnc дегенді қондырамыз. Оны мен мысалы не істеп қойдым, жаңа мынандай. Мысалы мына программаны скачать етіп қойдым. И мынау тихая установка дейді. Мынаны қондырады ғой. Оның ішін көрсетейін. Тихая установка. Міне мына жаңағы файл бар ғой. Мына файл міне. Соны тихая установка жасайды. Тек серверді қондыр деп жатырмын да, тек серверді. Егер сізге не клиент керек болса, мынаны да басасыз. Мына тек серверді қой деп жатырмын. Сосын пароль қойдым. Бұл пароль удаленно кіреміз ғой рабочий столға, сол кезде кіретін пароль. А мына пароль. Ол конфигурация кіреміз ғой бүйтіп. Сол кезде пароль сұрайды міне. Сол парольны. Мынау рабочий столда, мына жерде жазып қойдым. Рабочий столда обойды алып тастайды, қап-қара болып тұрады да обой клиентте. Сосын мынау бар. Бұл міне мына жақта. Мынандай описаниялар тұр бәрінің өзінің. Мысалы, мынау қандай. Бұл скоростьті ускорить ету үшін істеп қойған. Мынау бар, мынаны қойсаңыз болады, бүйтіп алып, копировать етіп, мына жерге қойсаңыз болады, бүйтіп. Онда ол мына иконка бар ғой, сағат жақта, соны скрывать етеді. Так, бұл тихая установка дейді. Мынаның тихая установкасы. Или былай ручной қондырсаңыз болады, өзіңіз білесіз. Документация. Так, документация ол не заттың документациясы. Егер жаңағы тихая установканы кішкене дополнить етіңіз келсе, онда жаңа неге кіресіз. Мынаған. Бұл жерде көрсеңіз болады. Қандай зат деген сияқты. Через команды строка орындайтын. Так, келесі төртіншісі no-vnc-ның өзін скачать етеміз, бүйтіп скачать етеміз, ішіне кіріп. Сосын мысалы міне бетаны скачать етем, ішіне кіріп. Сосын source code дегенді скачать етем. Скачать етеді. Ішіне кіріп, тағы да кірем бір па. Мына осыларды уже мынаққа қоямын осы жерге. Мысалы бұрынғысын жоқ ба? Мына копировать етем, бүйтіп қоямын үстіне. Сосын мен мысалы өзіме ыңғайлы қылып қоям. Мына light деген керек емес, удалить етіп тастаймын. А мынаны index деп қоям. Index. Болды, өсіп істеп қоям. Келесі команду выбирать етеміз. Мысалы мына папкеге кіреміз, осы папкеге. Текущий папкеге, да? CD и вставить Enter кірді. Сосын барып уже мынаны орындаймыз. Python скриптті. Міне кірді уже. Сервер ашылып кетті. Бұл жерде дайын URL бар. Үшін копировать етіп алам да, браузерде ашам. И өстіп кіріп кетеді. Жасады уже. Так, бұл URL мынау типа масштабты кішірейтіп жібереді, сосын качествосын средний, сжать еткенде средний тоже, хост 110, осы сервердің IP адресі, оны білу үшін просто ipconfig деп біліп аласыз. Мысалы, міне тұр. Порт 80 қой керек. Пароль міне тұр. Сразу автоматически пароль теріп жүрмейсің да. Сіз мынаны алып тастасаңыз болады, мынаны кетіріп тастапты. Тек мынаумен кірсеңіз болады да. Онда уже ручной пароль тересіз деген сияқты да. Так, бұл документация бойынша мына астында ссылка бар. Оқысаңыз болады. Мысалы, ішіне кіресіз. Сосын Google Chrome болса перевод жасайсыз бұл жерде да. Мысалы, менде Firefox ба. Қайтадан кірейін. Мысалы, міне
перевод жасайм. И астында мына жанагы автоконнект деген изотол, мына URL-ге коятын параметрлар го, осылар го, міне. Осылар. Ушул жерде карап алсаңыз болот, кандай кызмет аткарат.